Сыныптан тыс өтіп жатқан іс-шарамызға, гуманитарлық пәндер апталығының аясында өтіп жатқан іс-шарамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сыныптан тыс сайыс 10-шы А сыныбы мен 9-шы Ә сыныбының арасында өтеді. Шерхан Мұртаза бесеудің хаты тарихи драмалық шығарманың негізінде өткіземіз. Шерхан Мұртазаның биыл барлығымыз білеміз 90 жылдық мерейтойы, қазақтың халық жазушысы, аса көрнекті қоғам қайраткері Шерхан Мұртаза мерейтойына арналып осы тақырып арнайы алынды. Және бесеудің хаты тарихи шығарма болғандықтан тарих пен әдебиетті сабақтастырып өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты көркем әдебиетке деген оқушылардың сүйіспеншілігі мен қызығушылығын арттыру, әдеби кейіпкерлер дүниесімен тереңірек танысу, оқушыларды ұлтжандылыққа, рухқа, ізгілік пен ізденімпаздыққа үндеу, ой шықырлығына баулу. Және жазушы Шерхан Мұртазаның өміріне дерек бере отырып, шығарманың мазмұнын меңгерту, кейіпкерлер бейнесін ашу, тарихи драмада бейнеленген адамдар тағдыры арқылы өмір шындығын автордың идеясын ұғындыру. Ең бірінші ұйымдастыру кезеңі екі топ сыныптарын білеміз. Қазір сыныпқа әр топ өз басшысын сайлайды және топқа ақ қоямыз. 1 минут уақыт өздеріңіз сөйлесіп. Білеміз ба? Ал кеттік. Топпен танысайық. Бірінші 9-шы Ә сыныбы қандай топтың аты? Қызыл жебе тобы, топ басшысы Альбина. Жақсы, Альбина топ басшысы Қызыл жебе тобы. Келесі 10-шы сынып. Топ басшысы. Топтың аты Алтаудың хаты. Алтаудың хаты, жақсы. Топ басшысы Роза, жақсы. Топ басшысына тыңдаймыз. Сол топ басшысы кім жауапкершілігін ұйымдастырып отыратын болады. Ең бірінші кіріспе Шерхан Мұртаза кім, иә? Шерхан Мұртазаның кім екенін барлығымыз білеміз, үйде оқыдық. Оны қазір пазл әдісі арқылы сіздердің білімдеріңізді тексеретін боламыз. Автор туралы мәліметті қаншалықты білетіндеріңізді. Қазір сіздерге пазл ашылады. Бұл пазлдан сұрақтар беріледі, әр топқа бір-бірден. Сосын ол сұрақ бағаланатын болады. Қазақы смайликтер, бауырсақ әдісімен екі топқа да қатысқан үшін бір пайдан, қай топта балл көбірек болады, оған келесі смайлик беріледі. Яғни әр кезеңге сіздер 2 балл жинау мүмкіндіктеріңіз бар. Жақсы ма? Енді бірінші топ бастайтын 9-шы Ә сыныбы. Бірінші сұрақ оңай сұрақ. Шерхан Мұртазаның биыл неше жылдығы атап өтіледі? 90 жылдығы, дұрыс. Әр бірінші жауапқа сіздерге суретпен сұлбасы шығады. Келесі топқа Шерхан Мұртазаның қандай қызықты хоббиі бар? Асық жинау. Жақсы, бұл да дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Қызыл жебе тобына. Қызыл жебе романы неше кітаптан тұрады? 5-ке 4 жауап бар. 5 көрейік. Дұрыс, 5 кітаптан тұрады. Әзірге жақсы ерлістер. Келесі Шерхан Мұртазаның Тұрар Рысқұловтың өміріне арнаған шығармасы. Қызыл жебе. Барлығымыз білеміз, 5 томнан тұратын роман. Келесі Шерхан Мұртаза қай жерде дүниеге келді? Жамбыл облысы Жуалы ауданы Талаптауы. Талапты ма, Таңбалы ма? Талапты, иә, дұрыс, жақсы. Қазір яшықтар беріледі. Бірінші болып Алтаудың хаты тобы бастасын. 9 сұрақ. Қай яшықтан бастайсыздар? 8-ші яшық. Шерхан Мұртаза шығармаларына тән, басқаларға ұқсамайтын 3 ерекшелік айтыңыздар. Шерхан Мұртазаның шығармалардан басқаларға ұқсамайтын 3 ерекшелігі. Біріншісі ол Шерхан Мұртазаның көркемдеуіш, бейнелеуіш тәсілдерді орнымен жайында шебер қолдану үлгісі. Екінші ол шығармадағы тақырып ауқымдылығының кеңдігі. Және үшіншісі шығармасына ешқандай да жасандылық қоспау арқылы халықтың жүрегінен орындау. Шынайылық, шындық шырақшысы деп сондықтан айтқан Шерхан Мұртазаның өте жақсы. Тағы бір ерекшелігі бар, айтылмай кеткен, бірақ балды есептейміз. Бір ерекшелігі Шерхан Мұртазаның көптеген шығармаларының негізгі кейіпкері өзі болған. Өзінің өмірінен тұрған, көп шығармаларын. Жақсы балл есептеледі. Келесі Қызыл жебе тобы. 1 мың. Шерхан Мұртазаның редакторлық қызметін туралы айтыңыз. Біреуіңіз тұрып жауап беріңіздер. Редакторлық қызметі дегенде ол кісінің қаншама журналдардың өзі бас редактор болып тағайындалған болатын, өзі қаншама журналдар шығарған болатын. Мысалға айтқан кезде Егемен Қазақстан,
жұлдыз журналдары өзінің еңбегімен жасалған. Осының арқасында шамалы болса да өзінің несін жоғарылатқан. Бір несі ол айта кеткен, менің осы мамандығым бір жағынан досым, бір жағынан жауым деп. Яғни осының кесірінен түні бойы ұйықтай алмай, енді барлық шындықты жаза алмай, ішіндегі мұңын толықтай шығарылмаған үшін ол қаншама сұхбаттарды ішінен қынжылатынын айтқан болатын. Кейін аяқтаймыз. Яшық қайнаңыздар? 5-ші. 5-ші яшық. Шерхан Мұртаза шығармашылығының басты құжаты деген атаққа ие болған шығарма. Шерхан Мұртаза шығармашылығының басты төлқұжаты. Қызыл жебе. Тұрып жауап береміз. Толықтай және сол кітап туралы ақпарат айтыңыздар. Шерхан Мұртазаның шығармашылығының басты құжаты деген атаққа ие болған шығарма ол Қызыл жебе. Бұл шығармада Тұрар Рысқұлов жайлы барлық деректер айтылған. Өмірі, шығармашылығы, соғыс кезінде болған жағдайлар және Тұрар Рысқұловтың еңбектері айтылған. Қос тілде оқылмайды, қос тілде жылан ғана болады. Яғни екі тілде бір адам Апай, негізгі тілде толықтырсақ болады ма? жыламайды, толықтырыңыздар. Бұл шер ағаның Бүркем дүние туындысынан алынған цитата. Бұның негізгі мағынасы қазіргі қазақ елінің қоғамдағы жағдайын сипаттайды. Біздің Қазақстанда басқа кеңес үкіметінің құрамында болған қазіргі тәуелсіздік алған мемлекеттерге қарағанда тіл мәселесі өте күрделі ұйымдасқан. Мысалы, ол мемлекеттерде мемлекеттік тіл ана тілі. Бізде қазақ тілі, мемлекеттік тіл қазақ тілі, ресми тіл орыс тілі. Бұл үлкен проблема болып саналады. Қазақстандағы көп жерлерде, көп аймақтарда, көп мекемелерде көбінесе орысша қабылдайды. Бұл біздің кеңестік үкіметтің ықпалынан әлі шыға алмай жүргеніміздің бірден бір дәлелі деп ойлаймын. Шерхан Мұртазаның енді бесеудің хаты драмасының мазмұнына көшсек, негізгі тақырыбымыз қазір сол драма туралы қысқаша бейнеролик көреміз тақырыпқа кіру үшін. 20 ғасырда халқымыздың басынан өтті. Соның бірі ашаршылық. Ұжымдастыру қаны халқымызда негізгі. Өзінің сөзі ең кезеңі. Бұл жерде Лейс әдісін қолданамыз. Лейс әдісі арқылы бесеудің хаты шығармасына сатылы талдау жасалынады. Бесеудің хаты шығармасы, сіздер білесіздер, 5 түрлі кезеңге, 5 түрлі орында драма іске асады, 5 түрлі мекенде. Сол мекендер қазір осы Лейстің ішінде жасырылған. Сіздер келіп бір-бірден таңдайсыздар да сол орында не болғанын айтып бересіздер. Сол алған оқушы жауап береді. Алматы Голощекиннің кабинеті. Алматы Голощекиннің кабинетінде қандай оқиғалар болды, қысқаша айтыңыз. Түннің бір жарымда түнде Голощекин бюро мүшелерін шақырып алатса, оларға біздің арамызда жау бар деп бір кітаптың ішіндегі нәрселер міне осыны Сталинге жіберілген деп түннің бір уақытында бүкіл бюро мүшесін шақырып алады. Қанағаттанды. Келесі топ Алтаудың хаты, бір бөлім таңдаңыздар. Мәскеу Сталиннің кабинеті. Мәскеу Сталиннің кабинеті. Сталин, Тұрар Рысқұлов екеуінің арасындағы сұхбат болады. Сталин айтады: мен неге тек қана Қазақстанда болып жатқан оқиғаны тек қана сенен естіп жатырмын. Неге басқалары келіп маған түсіндірмейді деген сияқты. Тұрар Рысқұлов айтады: өйткені менен басқа ешкімнің дауысы сізге жетіп жатқан жоқ деп. Алтаудың хаты туралы. Ғабит Мүсіреповтің үйі, қандай оқиғалар болды? Қуықтай бөлмем, үстелдің үсті және айналасында сірескен кітаптар. Кішкентай ғана кілемнің бұрышында қос мылтық және қос домбыра ілулі тұр. Босағада шоқпарлар. Креслода Нұрхан ақын күй ойнап отыр. Жақсы. Осы кәдімгі Ғабит Мүсіреповтің үйін керемет сипаттап кетті. Деталінің барлығын есіне сақтап алған екен, өте жақсы. Осы 4 сұрақ жетеді. Лейсте тағы әдістер болатын, бірақ ол уақытты көп алмай қойды. Бағалау бұл кезеңде де менің ойымша екі топ бірдей деңгейде жауап берді, бірақ Алтаудың хаты тобының жауаптары толығырақ болды. Бірақ бұл топта жаман емес, сондықтан әр топқа бір пайдаланамыз.
білесіздер. Жүйріктен жүйрік озар кезеңі кейс стадия әдісін қолдану арқылы көркем шығармадан берілген үзінділерді талдаймыз. Әр топ қатысушысына бір мәтін ұсынылады. Оны оқып талдау жасайды, қарсы топ жауапты бағалап, өз ойларын ортаға салады. Бұл топта кәдімгі дебаттың элементтерін қолдансаңыздар болады. Бірінші топ жауап бергеннен кейін екінші топ қарсы сұрақ қоюға немесе келіспейтін пікірін айтуға болады. Дұрыс ма? Дебаттың ережесімен ойнайтын боламыз. Кеттік. Бірінші сұрақ қай топ шығады? Қызыл жебе тобы бастасын, иә? Бірінші сұрақ. Келіңіздер, тақтадан сұрақ қойыңыздар, міне. Кезекпен тізіммен берілген. Бірінші сұрақты алыңыз. Бұл шығармадан үзінділер беріледі. Және сізге сұрақ қойылады. Бірінші сұрақ қойыңыз. Оқи ғой. Мүсірепов Голошекинге сіз түк көрмей қалдыңыз ба? Бір үзім нан сұрап, кеңсеңіздің алдында сұлап жатқандардың үстінен аттап-құттап өткеніңізде есіңізден шыққан ба? Дегенде Голошекиннің жауабын айтыңыз. Бұл жауабы қанағаттандырарлық. Мүсірепов ақиқатты айтып, соның есік алдында адамдар көмек сұрап жатқан кезде олай тұршы қайыршы, бар, жұмыс істемейсің ба дегендей сөз қайтарып, үйдің ішіне кіріп кетеді. Және де оны Мүсіреповке солай істегенін мойындайды. Бұлайша Голошекиннің өйтіп адамдармен бар, жұмыс істемейсің ба деп аз шыққан адамдарға өйтіп істеу әділетсіз. Сіздің ойыңызша әділетсіз. Ол адамдар жұмыс жоқтықтан келді ме? Кеңсенің алдына не үшін келді? Жұмыс жоқтықтан, сосын кейін малдың қылыққаннан кейін ас таппай Кіші октябрьдің мазмұнын түсіндіріңіз. Не себепті аштық орын алды? Бұл Голошекиннің сөзі. Жалпы 1927 жылы ауылдарды ұжымдастыру бағыты бойынша реформа қабылданады. Сол реформаны жүргізу үшін Голошекинді Қазақстанға жібереді. Қазақстанға келген кезде әлі де қазақ жерінде рулық бөліністің бар екенін және де биліктің көбінесе байлардың ақсүйектердің қолында бар екенін көрген соң Голошекин ауылдарды әлі ұжымдастыру саясаты әлсіреп тұр екен, бұны күшейту керек деген оймен сондай тоқтамға келеді де кіші октябрь идеясын ұсынады. Бала тірі қалады, өйткені оны балым өзі асырап алады. Бір сөз жақсы. Толықтырамыз ба? Сіздер қалай ойлайсыздар? Бала кішкентай не үшін болады? Балымның омырауына үңіліп қарны ашады. Сол кезде балым оны анасы ретінде баланы қоректендіреді. Көк тәңірі қолдап балымнан сүт шығады. Және де балым осы баланы есейгенде бір тайпадан бір ұрпақ болатын және де біздің адамдарымыздың, зиялыларымыздың орнын басады деген ниет айтқан болатын. Жақсы, бұл кезеңді аяқтайық. Тағы да сұрақтар бар, бірақ уақытты үнемдеуіміз керек. Бұл кезеңде енді мұғалімдермен келісетін шығар. Сұрақтың толық жауап беруіне қарай. Негізгі жалпы барлық сұрақ болады. Сіздерге 2 балл, сіздерге 1 ұпай. Сұраққа кішкене толығырақ жауап беру керек еді, және өз ойын соңына дейін қорғау керек еді. Кеттік, ал келесі кезең бұл сергіту сәті сияқты ойланып көр кезеңі. Толтырауын әдісін барлығымыз білеміз. Осы әдіс арқылы беседаның қар шығармасындағы кейіпкерлердің кім екенін табамыз. Қазір бір топтан бір оқушы шығар. Тақтаға емес, былай қарап тұрасыздар. Және сіздің топтағы адамдар сіздің артыңызда қандай кейіпкердің бейнесі бейнеленгенін айту керек. Ал кеттік, бәріміз жалпылама айта береміз. Сіздер сипаттайсыздар. Осы тұлға жайлы Шерхан Мұртаза еңбек жазған роман деп отырсыз. Кім? Тұрар Рысқұлов. Дұрыс, 1 ұпай. Келесі. Тез. Дәулетке сипаттап берейік, кейіпкерді. Ал. Осыдағы главный Негізгі жазушы. Бесінші хатында бастаған. Мүсірепов, жақсы, дұрыс. Келесі. Аттық мәлек кезеңі. Бұл жерде кликес әдісін қолданамыз. Кликес әдісі арқылы
сабақты қорытындылаймыз. Сіздерге бар жоқ 5 сұрақ беріледі. Бірақ осы сабақтың негізінде әрқайсысына осындай QR код беріледі. QR кодтың шетінде номер жазылған. Бірінші номер Роза, екінші номер Бағлан деген сияқты. Жарасылына сенікі. Насая. Бұл жерде топ арқылы бағаланады, бірақ әр топ мүшесінің сұрақты тақырыпты қалай меңгергенін бағалайды. Мынау QR кодты аламыз. Өздеріңіздің нұсқаларыңызға қарайсыздар. Егер А деп ойласаңыздар, былай қоясыздар. Егер жауап Д деп ойласаңыздар, былай. С деп ойласаңыздар, мынаны көрсетесіздер деген сияқты ғой. Қазір мен телефонмен сіздердің жауаптарыңызды алатын боламын. Кеттік алып. Барлық түсінікті болса бастайық. Бесеудің хатының жазылуына себеп болған ашаршылық не себептен туды? Бесесіз нұсқаларын көрсетіңіз. Бір оқушы топтан қателесіп кететін болса, балық сөздерден. Мен көріп болдым. Д варианты дұрыс. Күштеп ұжымдастыру 11 оқушысының 11-де дұрыс жауап берді. Жақсы, келесі сұрақ. Бесеудің хаты қай жылы болған оқиғаны баяндайды? Қазір шығып тезсіз бір-бірден біреуін таңдап, сабақ не үшін ұнады, ұнаса комментарий болса өз пікірлеріңіз. Үшінші, бір досыңыз мысалы ана топтың мына оқушының жауабын алады деген сияқты пікірлерін айтасыздар. Кеттік. Бірінші топ бастайды, 9-шы сынып. Сабақ белсенді өтті. Жақсы қатыстық. Жақсы, өте жақсы. Әкел, бұны алып келіп, мына жерге қоямыз. Біріншіде қояйық. Келесі оқушы келелеріңіздер. Сабақ маған ұнады, өйткені сабақта әртүрлі қызықты ойындар, заманауи ойындар ойнатылды. Және келесі. Сабақ ұнады. Сізге рахмет. Көңілді. Жақсы. Жақсы. Менің ойымша өте лайықты жеңіс болды, иә? Гуманитарлық пәндер аптауының аясында өткізілген шындық шырақшықты шераға интеллектуалдық сайтына белсене қатысқаны үшін Қызыл Жебе тобы марапатталады. Мен шындық шырақшықты шераға интеллектуалдық сайтына қатысып, жеңімпаз топ атанған үшін Алтаудың хаты тобы марапатталады. Сосын енді менің ойымша лайық жеңіс болды. Мен жеңімпаздарға уәде бергем, кішкентай сыйлық дайындаймын деп. Бірақ жай сыйлық болғаны, тәтті бір нәрсе болғанын қалаған жоқпын. Отыра беріңіздер. Кішкене осы шарадан есте қалсын деп арнайы тапсырыспен осындай қалам дайындадым. Бұл қаламда алаш қайраткерлерінің бейнелері көрсетілген және әр қайраткердің қанатты сөзі жазылған. Сізге осы алаш қайраткерлердің жолын берсін, білімін берсін, жігерін, мықтылығын, қайратын берсін деп осындай тілекпен жеңімпаз топқа қаламсапты табыстасақ, өзіңіз қаладыңдар. Махамбет Өтемісұлы Ерболаға береке. Сұлтанмахмұт Торайғыров Розаға, жас болса да бас болып жүрген Сұлтанмахмұт атамыз сияқты осы қалпына қалмасын деп. Мағжан Жұмабайұлы, сізге барлығыңыз алдыңыздар, жақсы. Осы топтағы өте белсенді қатысқан үш оқушыға берілген өтіп, біреуін өзіме алып қалам. Үш оқушыға берілген. Дина Нұрпейісова, Альбина, Дина апамыз сияқты таланттың ата-бесіне қазақтың атын танытады. Шоқан Уәлиханов, қазақтың тұңғыш ағартушысы, Дәулет ағартушы Шоқан Уәлиханов сияқты болуды насиет етсін. Осымен сабағымыз аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет.